Бүгінгі мерекелік кеш келер жаңа жылға байланысты болғандықтан, міндетті түрде мерекеміздің мәні мен сәнін кіргізіп өткізуіне байланысты Аяз ата мен оның кенже қызы Ақшақар болуға тиісті. Сондықтан да ендігі кезекте Аяз ата мен Ақшақарды барлығымыз бірге ортаға шақырайық. Sizlerden ortalarınızda kayıta olanı мен үшін үлкен бір қуаныш. Маған соғыс жатқан қол қошеметтеріңізге көп рахмет.
Biz turli жаңа жыл зор ниеттер орнайды және де осы мақсаттарымызды жүзеге асыратын арман мүдделерімізді атқаратын жыл болсын. Сіздерге зор денсаулық және де молшылық басын тілеймін. Біз 9-шы класс оқушылары. Сіздерді жаңа жылдарыңызбен құттықтаймын.
Thank you.